Алты дәрігерді өлім құштырған сыған әйелінің қарғысы. Құрбы қызым әңгімесін бастап кетті. Облыс орталығында біраздан бері үлкен ауруханада жұмыс жасадым. Осыдан 5 жыл бұрын бүткіл жұрттың есінде қалған жан түршігерлік оқиғаны баян етейін деп әңгімесін бастады. Бір күн ауруханаға қатты ауырып сығанның бароны түсті. Өкінішке орай жасы келіп қалған баронды дәрігерлер аман алып қала алмады. Барон қайтыс болды. Қайтыс болғанын естіген соң баронның туыстары ауруханаға келіп дәрігерлерді кінәлай бастады. Біраз уақыттан соң сығанның 3 әйелі шаштарын жайып жіберіп, қолдарын аспанға созып, өз тілдерінде бірдеңелерді оқып, су шашып, аурухананы айналып жүріп алды. Басында мән бермесек те, адам емеспіз бе, сыртқа шығып көрдік. Олардың бұл қылықтарына таң қалған күзетте тұрған жігіттер оларды қуа бастады. Осылайша ол оқиға ұмыт болды. Арада бір ай өтпей қайғылы оқиғалар орын ала бастады. Барон түскен хирургия бөлімінде оқуды жаңа аяқтап келіп, 3 ай ғана жұмыс істеп үлгерген жас хирург еш себепсіз асылып қалды. Барлығымызды ол бір ауру шығар деп қабылдадық. 2 апта өткен соң сол бөлімдегі травматолог жігітте жіпке асылып қайтыс болды. Өзінің өмірін қиятындай ол жігітте еш себеп жоқ. Қызметте елдің алдында ұйып отырған отбасы бар, жағдайы жақсы азамат еді. Ешқашан өмірден түңіліп, көңілсіз жүргенін көрген емеспіз. Ол біздің есімізде тек ақ көңіл, мықты маман, сыйлы отағасы ретінде қалып қойды. Ол жігітті де бүкіл ұжым болып от неге шығарып салып, сол күні түнгі кезекшілікте дастархан жайып, әріптестерімізбен жақсы істерін еске алып отырғанымызда, түнгі сағат 1 шамасында сол отырыста өте мықты дәрігер Самат есімді азамат аяқ астынан жүрегі тоқтап қайтыс болды. Тілге де келіп үлгермеді. Қаншама дәрігерлер қасында отырса да аман алып қала алмадық. 3 адамның түсініксіз тұтқиылдан келген ажалы бүкіл ұжымды орны толмастай қайғыға душар етті. Бірінен соң бірін жерлеп, ес жия алмай ұжым есеңгіреп қалғандай. Барлығының көздерінде бір мұң. Барлық мерекелік іс-шаралар тоқтатылды. Осылай күндер өтіп жатты. Ес жия бастаған уақытта, 1 айдан соң жасы 40-қа жақындаған шағында білімді де білікті хирург жігіт өмірден өтті. Ол жігіттің де жүрегі тоқтап қалыпты. Өмірі ауырдым деп қыңқ етпеген азамат бірақ күнде өмірмен қош айтысты. Артында ұлы мен қызы қалды. Қайғылы оқиға мұнымен тоқтамады. Жасы 60-тарға келген 1 санаттағы орыс хирургы қайтыс болды. Негізінен ол кісінің жүрек талмасы бар еді. Үнемі дәрі-дәрмек қабылдап күтініп жүретін. Бұл оқиға осы хирургия бөлімінің ұжымын одан сайын есеңгіретіп жіберді. Талай жас дәрігер тәрбиелеп, мыңдаған адамды ажалдан аман алып қалған адамдармен қимай қоштастық. Бірінен соң бірі себепсіз көз жұмған дәрігерлердің жұмбағы өлімінен соң дәрігерлер арасында күдік пен үрей пайда бола бастады. 10 негр баласы триллеріндегідей бойларын үрей билеп, кейде тіпті әзілдеп, келесі кезек менікі болар деген сөз де айтылып жатты. Хирургия бөлімінің құрмет тақтасында қатар-қатар ілініп тұрған дәрігер азаматтарының суретіне қарап, іштей қиналып, қимастықпен еске алып жүрдік. Барлық әріптестердің ойында бір сұрақ: неге хирургия бөлімінің ер азаматтары кезек-кезек ажал құшуда? Оған не себеп? Бұл өлім тоқтайтын күн бар ма? Бұл жамандық осымен тоқтамады. Жасы 38-дегі орыс хирург жігіттен обыр ауру тауып, ол дәрігерде араға көп салмай көз жұмды. Ол ағайымыздан да соңғы шапаға шығарып салып, әріптестер арасында гу-гу әңгіме тарай бастады. Осындай ауыр қайғы баронның өлгеннен соң басталды. Осы жамандық 3 сыған әйелінен келді деген жорамалдар пайда болды. Шынымен де ойлана бастағанымыздай, көбі орыстанып кеткен халық ондайға сене бермейтін. Сап-сау жүріп, бір күнде ажал құшқан азаматтар өлімі сендірмей қоймады. Орыс пен қазақ араласқан ұжымдағы дәрігерлер ақылдаса отырып, жамандықты тоқтату іс-шараларын іздей бастады. Барлық қарғыс туралы мәліметтерді жинап, мешіт пен шіркеуге барып, кеңес алып, қарғысты тоқтату жоралғыларын жасады. Орыстар шіркеуден поп, қазақтар мешіттен молда келіп, құрбандық шалып, Құран оқытып, дұға тіледік. Осыдан кейін жамандық тыйылғандай.
2 айдан соң жас үлкендеу анестезиолог дәрігер ағаның аяқ астынан қолын қотыр басты. Қабылдамаған емі қалмады. Бармаған жері қалмаған хирург келесі кезек менікі шығар деп үнемі көңілсіз болып жүрді. Бірақ бір күні таңғажайып оқиға болып, аяқ астынан қотырлары өзінен өзі жазылып, орнында тек тыртық қалды. 1 айдан соң тыртықтың ізі де қалмады. Сонымен 6 азаматтың өмірін алып, бір азаматтың қолына жара шыққан жаман оқиға осымен тоқтады. Бірақ ондай мықты дәрігерлер ортамызда жоқ еді. Өкініштісі сол. Халық өмірін ажалдан арашалап қалатын ақ халатты абзал жандар өз өмірлеріне тосқауыл бола алмады. Әттеген-ай, осының бәрін ерте ойластырып, қан шығарып, құрбандық шалып, дұға жасағанда осы қайғылы оқиғалар болмас па еді деп ұжымдастарым өкінішпен айтып жүрді. Біраз уақыт өтті, ол оқиға ұмытыла бастаған. Бірақ сол кездегі жағдай талай адамның мәңгілік жүрегінде шер болып қатып қалды. Жақсылығын аямаған науқастарға мейірімін төгіп, қол ұшын берген әріптестерді сағынатын кездеріміз де болады. Кейде ойлаймын, мүмкін ол қарғыс емес, жай ғана сәйкестік пе деп. Бірақ сап-сау жүрген азаматтардың бірінен соң бірін көз жұмғанын ойласам, қарғыс емей немене деп қаламын. Әулие Мәшһүр Жүсіптің дүниеде көшпенді 2 халық бар, бірі қазақ, бірі сыған. Сығанның дуасы, қазақтың батасы кәміл қабыл болады дейді. Сондықтан сығандардың жасаған жаман дуасының бетін қайтарғанына іштей қуанамын. Сиқырдың сырын меңгерген аса қауіпті жоғары дәрежедегі сығандардың қарғысының салдары өте ауыр екеніне көзім жеткендей деп құрбым сөзін аяқтады.